Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын лепешканың әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен табамызға жылы су, жылы сүт, ашытқыны саламыз. Одан кейін тұзды және қантты салып, оның үстіне сары майымызды салып араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды 3 бөлікке бөле отыра салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырды 3 бөлікке бөліп, осындай формаларға келтіріп, тағы да 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осы қамырды алып, көріп тұрғандарыңыздай лепешканың формасына келтіреміз. Одан кейін осылай қамырдың ортасына вилкамен жасауға болады. Осы лепешкаларды мантоваркаға астын майлап салдым, үшеуінде. Одан кейін қайнап тұру қажет суымыз. Сол қайнап тұрған суға 3 минутқа қойып аламыз. Үш минут өтті. Енді мантоваркадан босатып, лепешканың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Осы видео ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетіне кунжут септім, басқа да дәндер сепсеңіздер болады. Осы лепешкаларды противенге салып, қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей лепешкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен Айдана.